Жақсы балалар, келесі тапсырманы назар аударайық. Біздер абайдың 2 қара сөзін оқып түсініп алдық, иә, мазмұнын бәрін айтып, сабақтап, талай жұмыстар жасап, талдауларымызды орнап тастадық. 17-ші қара сөз бен 32-ші қара сөз. 3 тобымызға бөліп берейік. Бізде ақыл тобы сәйкестендіру кестесін орнатасыңдар. 2 қара сөзге байланысты қайрат тобы Вен диаграммасын орнатасыңдар. 2 қара сөзде қандай айырмашылықтар бар, ұқсастықтар бар екен. Жүрек тобына оқулықтарыңызды ашып қарайық. 36-ші беттегі 7-ші тапсырмада тамаша тапсырма беріп тұр екен. Естек, жаңағы абайдың қара сөздерін оқи отырып, сонда алған ойларымды жинақтай келе, мамандығым, мақсатым деген тақырыпта шағын есте жазамыз. Тапсырмаға 5 минут уақыт берейік, ал бастайық. Стрелкамен жібере берсеңдер ғой. Біріншісі мына өтеді, одан кейін мына өтеді, мына өтеді деп жібере бересіңдер, иә? Екі тұсына жазып қойыңдар. Қайсы 17-ші қара сөзден алынған, қайсы 32-ден алынған, иә? Дөңгелек сыз алмасаңдар, төрт бұрыштықты, үш бұрыштықты сыза берсеңдер болады. Фантазияларына байланысты. Düzülüp duracak da.
болса, онда жұмыстарымыз таптаға шығарайық. Қай топтамаса кім болды? Ал жас келді плакаттарын толы. Плакаттарын жабысып түсіндіре берсеңдер болады. Бізде 17-ші қара сөзде ғылым туралы айтқан. Қайрат ақыл жүрек үшеуі өнерлерін айтысып таласады. Ғылымға барып кеңес сұрайды. Соңында ғылым үшеуін татуластырып, ғылымнан артығы жоқ екенін үшеуі түсінеді. Жақсы. 32-ші қара сөзде ғылым мен білім жайлы айтылған. Білімді болу үшін адамның мінезі қиянат жасамау керек, төбелес, тағы да ұрлық, тәкаппарлықтан аулақ болу керек. Ғылым мен білімді болу үшін осы қасиеттерді сақтау керек жайлы айтылған. Жақсы. Олардың қызметі барлығымыздың ғылымға барып жүруімізді айтады. Жақсы, жарайсыздар бала отырайық. Ары қарай кетіп келесі топ. Қай топ? Ал, Шынар. Сендерге есте берген болады. Жақсы, ал есімдеріңізді оқиық. Эссен тақырыбы мамандығы мақсаты. Сендер өтіп дүниеде келген тапта барқалан деп халқымыздың ұлы ақыны ойшылы қара сөздің хас шебері Абай Құнанбаев атамыз айтып кеткендей, кез келген адам өмір атты дүниеде өз орнын табуға тырысады. Балалық шақта кішкене сәби жүрек қиялшыл, жақсылап құмар, елік тешіп болып келеді. Бала кезде мен армандаған мамандық ұстаз болу. Ұстаз сөзінің ұғымы мен үшін кең дүние. Оның ең негізгі мәні жақсылыққа тәрбиелеу, өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізу, үйрету дегенді білдіреді. Ұстаз бен шәкірт сүйіспеншілігі адам баласының қатынастарының ең бір абзалы, әр мағыналы мәнді түрі. Қорытындылай келе, мұғалім ол өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді тоқтатқанда оның мұғалімділігі тоқтайды деп бекер айтылмаған. Сол үшін де ұстаздықтың қыр-сырын жетіп меңгеріп, игеру жолында тынбай еңбек етуді мамандық таңдау жолындағы басты мақсаты деп біледі. Жақсы, тамаша. Бармақ топты тағы да оқиды, ал қамаратты тыңдайық. Кез келген адам ауырғанда қолын ұшын беретін, әрдайым жанынан табылатын, ол ақ халатты абзал жан. Менің де таңдап отқан мамандығым дәрігер болу. Себебі адамдарға қол ұшын созу, бұндағы мақсатым адам өмірін өлімнен арашалау. Әрі отбасының жүзіне күлкі ұялату. Жақсы, тамаша. Кеттір ағы үшінші топ аяқтадық па? Бізге сәйкестендіру кестесі берілген болады. Ал жақсы, екі қара сөзден берілген үзінділерді рет-ретімен қойып, оларды сәйкестендіру керек болады. Оқиға. Не дүниеге, не ақыретте, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен, сенсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды үйрене алмайды екен, осы екеуі маған қалай таласады, менсіз сөздері неге жарайды. Бұны біз екінші жақтағы екінші таблицадағы сөзбен кестіріп. Бұл қай қара сөздің екен? Бұл 17-ші қара сөздің жарайды. Оның себебі әрбір бақашыл адам хақты шығармашылық үшін ғана бақас қылмайды, жеңдік үшін қабас қылады. Онда қабас құсүртшілдігі зорайтады, адамшылықтарды зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсатта ғылымдағы мақсат болмайды. Адам баласын шатастырып, жалған сөз жеңдірмекші болады. Бұл 18-ші қара сөздегі екіншісі. Бұны біз екінші таблицадағы оның үшін бір ғылымда өзіне ғана құмарғандық болып, бір ғана үшін дәулет білсең және әрбір білген уақытта көңілде бір рахат физиологиясы болады. Жақсы, жақсы, жарайды. Жақсы, тамаша. Ал енді топтар бір-бірімізді бағалап кетейікші. Ал бірінші бізде жаңағы қайрат тобы. Қайрат тобының бейін диаграммасын бағалап кетейікші. Ол екі қара сөзді сәйкестендірген. Екі қара сөзді бейін диаграммасын салды. Ұқсастығымен айырмашылығын бағалап кетейік. Өте жақсы, және де қазақтар көп екеуінің ұқсастығымен және айырмашылығын ажырата білді. Ажырата білді. Жақсы, жарайды.
Сәйкестендіру кестесін тыңдап отырдық қой жаңа, иә? Ал қайрақ тобы. Сәйкестендіру кестесін ақыл тобын бағалап кетейік. Күшті деп бағалайсыз. Жақсы, жарайды. Жүрек тобының эссесін тыңдап отырдық, иә? Ақыл тобы, жүрек тобын бағалап кетейік. Эссе өте жақсы жазылған. Жақсы баға береміз. Жақсы баға береміз. Өз ойларын толық жеткізілген. Өз ойларын толық жеткізілген. Жақсы, жарайды. Алып қосарларымыз бар ма бұлар? Бағалауға. Жақсы, жарайды. Келесі тапсырмаға көшейік.